Сәлем достар, мен бүгін өте маңызды бір нәрсені айтатын боламын. Себебі осы уақытқа шейін болғанда осыдан бір жыл бұрынғы уақытқа дейін менде бір өзгеріс болған. Мысалы, мен күніге бар жоғы $10 тауып жүрдім сол кезде. Бұл $10 табу менің навыкыма сәйкес емес еді. Мысалы, менің қабілетім $10-дан көп ақша табатын едім негізі. Бірақ $10. Бұл не үшін деген сұрақ туады. Себебі адамның басында мида $10 жетеді деген ой болған менде. Ол қалай басталды барлығы? Басынан бастап айтатын болсам, бір видео канал ашқан болатынмын. Қарапайым канал. Ол жерде мен өзімді түсірмеймін. Инстаграмнан алам, тиктоктан бір видеоны алып, канал ашып, соған салып отыратын. Сосын мен қарапайым где-то $10-ға жетіп отырса, соған қуанып отыратын болдым. Енді күндердің күнінде подписчигім көбейіп жатыр. 10 мың, 20 мың, 30 мың. 60 мың подписчикке жетті, бір жылдай уақыт өтті. Бір жылдай уақыт өткеннің ішінде 60 мың подписчикті жинадым. Но $10-дан менің нем аспады, күнделікті табысым түсіп жатқан. Айына где-то $300 енді сол $10 есептегенде $300 кейде болып қалады, енді $12-13, sonra кейде $7 түседі. Где-то бір $250-260 түседі. Теңгеге шақсаң, где-то 120 мың теңге, 100 мың мен 130 мыңның арасы болды. Енді күніге $10 түссе қуанам. Видеоларды салам. Мәселе күндердің күнде мынандай бір оқиға болды. Мен случайно бір канал аштым, қызыққа. Қазір бәрін түсіндіріп айтатын боламын, не айтқым келіп отырғаны да. Өте маңызды нәрсе, бұл барлығына пайда береді. Бұл мен айтқым келіп отырған нәрсе, осы видеоны көргеннен кейін сіздер канал ашып, менің қателемейсіздер, канал ашып көп ақша табуға ниет болады сіздерде. Ақша табуға емес, ақша табу басқа, көп ақша табу басқа. Осы екі нәрсені естен шығармай алмаңыздар. Мен әшейін ақша табумен жүрген екем. Осыдан бір жылға дейін. Сөйтіп мен канал аштым, тағы да бір канал. Менің ойымша, бір каналдан артық жүргізе алмаймын. Мен күніге $10 шығарып отқан адаммын. Мен уже үлкен нәрсені істеп тұрдым. Қайда маған? Мен біраз жерге жеттім. Оның не себебі, неде осындай ойда болған себебі? Бұрын соңында мен басқа жұмыста істеген едім. Қара жұмыста или басқа неше түрлі жұмыста, сайт жасау жұмыстарында. Сөйтіп мен зарплата 100 мың, 120 мың алатын едім. Күніге есептеп қарасаң, енді 5 күн істейсің, 2 күн демаласың, офиста жұмыс жасасаң, немесе жаңағыдай складтарда грузчик болсаң, күніге бір аптасына бір рет демаласың, кейде демалмайсың да. Сол кезде қарасам, күніге 5000 теңгеден жасайтын жұмысты, қара жұмысты. Ал YouTube'ға келгеннен кейін, YouTube'да үйде отырып, расход жоқ, 10 мың жаңағы, ол кезде 4,5 мың теңге дейші, 4,5 мың теңге күніге $10 тапқанның өзі нормально деп жүретінмін да. Бұл достижение, бұл адамдарға барып айтам, күніге $10 тауып отырмын YouTube'дан десем, бәрі, о, молодец, керемет, қалай, анау мынау дейді. Мен соны алдан жүре бердім. Сөйтіп бір канал аштым. Сөйтіп ол каналды күнделікті видеоларды қызықтырып салуға тырыстым. Мен өзімнен өзі үйреніп бастадым, қызықтырып салуға тырыстым. Видеоны қызықты қылдым, интросын қойдым. Әшейін темалар анау, бірдеме интернеттегі жаңағы, тиктоктағы, инстаграмдағы сондай видеолар. Бұрында одан алдын сондай канал болған, екінші канал аштым да, бірақ екеуінің видеосын басқа видео салдым, сондай жанрда. Анау үйтті, бүйтті деп обложканы өлтіріп жасадым шамам келгенше. Енді примерно адамдарға қызықтырады да, оңай болады деген сияқты. Сөйтіп жасап қойдым. Бір кезде просмотр кетті. Монетизациясы қосылды анағы ше. Мен баста 1,5 айда ма, 2 айда қосқанмын монетизацияны. 2 айда қосқанмын монетизацияны. Бастапқы алдыңғы видео каналымда. И 2 айдың ішінде 30 мың ба, 2,5 айдың ішінде 30 мың подписчикке барды анау. Сенесіздер ма сол канал? Сол кезде мен ойландым да, мен баяғыдан бері қайда қарап жүрмін деймін да. Бір канал жүргізем, оның бір жылда 50-60 мың подписчикке жеткізем, ананы мен 2 айда жеткіздім. 2,5 айда. Сонда бірінші айда 1000 подписчикке жеткіздім, үйттім, бүйттім, не қылдым. Сонда екінші айда шығарған кезде ақшамен. Енді мен AdSense-ім бұрыннан жалғалы тұр ғой. Сол кезде мен андан 380 мың теңге шығардым. Себебі мен шок болдым. Күніге 30, 40, $50 түсіп кетті. Просмотр көбейгеннен. Мен сонда ойландым да, мен мен бұрыннан бері қайда қарап жүрмін? Не істеп, не ойлап жүрмін? Тек бір каналмен айналсам, $10 тапқаныма мәз. Мен сол кезде түсіндім. Оказывается, $50 табуға болады екен бір айда. Бір күнде. Бір айда есептеңіздер,
$700-800 долларға шейін барды. Мен кезінде $150 тапқанға мәз болған адам, немесе $300 тапқан адамға. А сен уже $700-800 доллар. Сол кезде мен ойландым да, мен басымда блок болғанын сол кезде түсіндім. Сөйтіп интернетте кірдім, неше түрлі психологиялық кітаптарды нелерін оқып, қысқаша түрлерін оқып көрдім. Бизнес жайында. Мен көбінесе айтады, кітап оқыма деп айтады, анау мынау деп айтасың сен деп. Кітап оқыған дұрыс, бірақ пайдалы болса, енді ол бөлек әңгіме. Кітаптар болғандандай ұзағынан шоғақ оқып отырмаймын, кітаптардың нелерін оқимын жаңағыда. Ютубта көп кітаптардың, книганың мазмұны дандай, түсінігі деген сияқты сондай кітаптарды, яғни кітаптардың мазмұндарын видеодан көрдім, қысқаша мазмұндарын. Именно сол психологияға байланысты тоқтамау керек, блоктарды шешу керек. Мәселе навыкта емес. Егер сіздің мықты навыгыңыз болса, ютубты айырып тастайсыз, инстаграмды айырып тастайсыз, тиктокты барлығын жұмысты айырып тастайсыз, но басыңызда блок болса, сіз ары қарай кете алмайсыз уже. Мәселе бастан екен, мен сол кезде түсіндім. Қимылдау керек екен. 2 видео салып бастайын, просмотр жайын бүгіндік планды орындадым. Не істеп жатқанымды мен білмеймін. Тапқан табыс $250. 110 мың теңге, 120 мың теңге. Өзің ойланып көрсін, 120-130 мың теңге. Но 130 мың теңге это нормальный ақша негізі. Ар жақта 350-400 мың теңге табу. Қалай мысалы? Қалай қарайсың деген сияқты бір каналдан. Сөйтіп сол кезде мен соны түсінгеннен кейін, сол ақшаны Каспийіме шығарғаннан кейін мен ойландым. Мен 10 канал жүргізем деп сол кезде айттым өзіме. 10 канал жүргізуім керекпін дедім. Бұрынғы қателігімді не алмаймын. Бір жыл бойы мен 50-60 мың подписчик жинамаймын. Бір жыл бойы 100 мың подписчик жинамаймын. Бір жылда мен 150-100 мың подписчик жинау керекпін дедім. Әрине, бұндай каналдарда емес, бұндай нишасы ауыр өңкі ютуберлер қатысады, бизнесті жақсы көретін адамдар, олар өте аз. Бәрі прикол көреді, бәрі андай оқиға шығарады. Мысалы, менкінде ниша шығару, мынандай ниша темасында, YouTube темасында шығару өте ондай каналдар әрине қиын жүргізу, көрермендер де аз. Бұл жерге бұндай видеоларды аз адамдар көреді. Көтерілетін, бизнес жасақсы келетін адамдар қарайды бұндай каналдарды. Ал прикол, музыка, анау-мынау каналдарды ол кез келген адам қарайды. Оның жұмысы бар, бай адамда қарайды, кедей адамда қарайды, мақсаты бар адамда қарайды, мақсаты жоқ адамда қарайды. Енді мен не айтқым келіп отыр? Енді қысқаша айта кетсек, мен сіздерге айтарым, мен сияқты қателікті қайталамаңыздар. Сіздер не істеу керексіздер? Естеріңізге сақтап алыңыздар. Бір уақытта бірнеше каналды жүргізуге болады. Бірнеше каналды жүргізуге болады. Сосын 150-200 мың теңгеге қанағат тұтқанда қалай еңбек етпей қоймаңдар. 500-600 миллион теңге табуға болады Қазақстан ютубында 3-4 канал жүргізсеңіздер. Алдағы уақытта мен оны айтатын боламын, тағы да қалай, не істеу керек. Менің қателігімді сіздер қайталамаңыздар, уақыттарыңызды жоғалтып алмаңыздар. Бүгін келдіңдер ма, іске кірісіп, жұмысқа кірісіп кетіңіздер. Тоқтамаңыздар. Менің мақсатым, ютубқа келген кезде, менің мақсатым бастапқыда миллион теңге табу деп айтыңыздар. Сенбейтін шығарсыздар, бірақ мен сенем оған. Мен өзім таба аламын себебі. Тауып та жатырмын, иә. Миллион, 500 мен миллионның арасы, иә. Бұрында мен 100 мен 150-дің арасы болатын. Сөйтіп, соны бас жақта мидағы блокты шешкеннен кейін, себебі мен қара жұмыс істеп келгем, басқа жұмыс түсінбеймін. Үйде отырған адам обязательно жетеді солда. Жоқ, ондай болмайды. Сіздер ондай болмаңыздар. Сіздер қасқыр сияқты болыңыздар, жұлып жеңіздер. Қолдан келгенше қонышына деп айтады қазақтар. Мүмкіндік келген кезде максимально пайдаланыңыздар. Менің айтқым келетін нәрсе, сіздер миллион теңгедей таба аласыздар, және канал ашып, бірнеше канал жүргізіңіздер. Бастапқыда үйрену үшін, неғылмау үшін бір канал жүргізу, но сіздер істей аласыздар. Мен сендерден бір ақылды, керемет, біліп, аспаннан университеттің керемет университетте оқыған жоқпын, бұл ютубта тем более, сценарист, жаңағыдай қалай пәленбай үйткен-бүйткен адам емеспін, просто мен жасайым, болды, сабақ үйренем. Айтпақшы, егер де сіздер мысалы менің жақында курс шығарып қойдым, разумный бағаға, астында сілтеме болады осы видеоның. Сол жерде барлығын подробно айтам, бір уақытта неше, біраз каналдарды жүргізуге болады деген сияқты, және көптеген ақша табуға болады. Ол видеода курстың басында көрсетіледі. Канал ашқаннан бастап
Каспийге ақша түскенге дейінгі аралықтағы барлығын сіздерге жасырмай көрсеттім, подробно көрсеттім. Сіздер тек сол курсты қайталап өтсеңіздер болды. Сіздер де ютубер боласыздар, Алла қаласа. Просто тек мен істегенде қайталап отырыңыздар. Сол сілтеме қойдым осы видеоның астында, кіріп көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.